Күйеуімді өз төсегімнен әдейі алыстатып жүргеніме 3 ай болды. Алғашында бұл уақытша нәрсе сияқты көрінді. Шаршадым, басым ауырып тұр. Ертең-ерте тұрамын деген сылтауларым көбейген сайын Нұрлан да үнсіз қалуды үйренді. Біздің жатын бөлмеміз бұрын жылы еді. Қабырғадағы түнгі шамның жұмсақ жарығы, балалардың сыбыр күлкісі, кешкі шайдан кейінгі тыныш әңгімелер бәрі біртіндеп жоғалып кетті. Енді ол бөлме тек ұйықтайтын орынға айналды. Нұрлан бір күні жастығын қолына алып, «Мен диванда жата салайын, сен тыныш ұйықта» деді. Осы сөз жүрегіме шаншудай қадалды. Мен дәл осыны қалағанда едім, бірақ неге сонша ауыр болды? Мен оның алыстағанын емес, өзірінің алыстап кеткенімді сездім. Біздің отбасымыз бай болған емес, бірақ бұрын жетпесе де бірге күліп жүре беретінбіз. Соңғы жылдар бәрі өзгерді. Бағалар өсті, балалардың қажеттілігі көбейді. Несие төлемдері тыныс алдырмайды. Нұрлан күні-түні жұмыс істейді, бірақ оның табысы тек күнделікті шығынға жетеді. Бір күні ұлым мектепке жаңа аяқ киім сұрады. Қызым би үйірмесіне барғысы келетінін айтты. Мен олардың көзіндегі үмітті көрдім. Сол түні мен шешім қабылдадым. Жұмысқа шығуым керек. Қала орталығымдағы кеңседегі жұмыс маған үлкен мүмкіндік сияқты көрінді. Таза ғимарат, әдемі киінген адамдар, компьютерлер, жиналыстар, жоспарлар. Мен өзімді маңызды адамдай сезіндім. Бірақ бұл сезім ұзаққа созылмады. Бастығым Ермек мырза. Оның дауысы әрдайым сабырлы, бірақ салқын. Ол ешқашан артық сөйлемейді, бірақ оның көзқарасы адамды ішінен оқып тұрғандай. Алғашында ол мені байқамағандай еді. Кейін менің жұмысты мұқият орындайтынды көріп, жиі шақыра бастады. «Айдана, сізге сенуге болады», деді бір күні. Бұл сөз мақтау сияқты, бірақ менің жүрегім біртүрлі қысылды. Қыс мезгілі, қараңғылық ерте түседі. Бір күні бәрі үйлеріне кетіп қалғанда, мен есепті аяқтау үшін қалып қойдым. Кеңсе бос. Компьютердің дыбысы ғана естіледі. Сол кезде кабинет есігі ашылып, Ермек мырза кірді. «Әлі осындасыз ба?» деді. «Жұмысты бітіріп жатырмын» дедім. Ол менің үстелімнің жанында біраз тұрды. Сосын, «Осындай қызметкерлер сирек кездеседі» деді. Оның сөзінен гөрі үнсіздігі қорқынышты болды. Мен сол кештен бастап үйге кеш келетін болдым. Ал Нұрлан ештеңе сұрамайтын. Оның үнсіздігі мені одан сайын қысты. Мен сатқындыр жасаған жоқпын, бірақ өзімді кінәлі сезіндім. Жұмыстағы түсініксіз қысым, Ермек мырзаның көзқарасы, оның астарлы сөздері, бәрі менің жанымды жеп бара жатты. Егер мен Нұрланға жақын болсам, ол менің жүрегімдегі ауырлықты сезіп қояды деп қорықтым. Егер ол сұрақ қойса, мен жылап жіберемін. Егер мен жыласам, бәрін айтуға тура келеді. Сондықтан мен оны алыстаттым. Бұл менің әлсіз қорғанысым еді. Бір күні Ермек мырза кабинетіне шақырды. Есікті жапқанда бөлме іші тым тар болып кеткендей сезілді. «Айдана, сіздің еңбегіңізді бағалаймын, жалақыңызды көтеруге болады» деді. Менің көзіме балаларым елестеді. Жаңа аяқ киім, би үйірмесі, қарсыз өмір. «Рахмет» дедім. Ол сәл кідірді. Бірақ мен сенімге негізделген адамдармен жұмыс істеймін. Бұл сөздің салмағы бөлмені басып қалғандай болды. Ол нақты ештеңе айтпады, бірақ бәрі түсініктеді. Менің ішімде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Бір апта өтті. Мен тыныш өмір сүріп жүргендей көрінуге тырыстым. Бірақ Ермек мырза тағы шақырды. «Бүгін кешке қалып, бір нәрсе көрсетем» деді. Жүрегім жамандықты сезді. Кешке кеңсе бос қалды. Терезеден қала шамдары жымындайды. Ол мені сервер бөлмесіне алып барды. Компьютерді қосты. Экранда бейне бақылау жазбалары, қызметкерлер, дәліз, жиналыс бөлмесі, сосын мен. Мен үстелімде отырып көз жасынды сүртіп отырмын. Тағы бір жазба, телефонмен сөйлесіп. «Ақша жетпей жатыр, балаларға керек» деп жылап тұрғаным. Менің тізем дірілдеп кетті. «Мен бәрін бақылап отырамын» деді. Ол сабырлы түрде. Сол сәтте менің есім шыға жаздады. «Сізге көмектескім келеді, Айдана» деді ол. Бұл сөз көмектесу емес екенін түсіндім. Бұл менің әлсіздігімді пайдалану. Менің жаным айқайлап тұрды, бірақ дауысым
әрең шықты. Маған ештеңе керек емес. Ол маған ұзақ қарады. Ойланыңыз, мұндай мүмкіндіктер жиі бола бермейді. Мен сол бөлмеден шыққанда, өзімді тұңғиықтан әрең шыққан адамдай сезіндім. Үйге келгенде Нұрлан есік алдында тұр екен. Ол менің көзіме қарап, біз сөйлесуіміз керек деді. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Мен сені жоғалтып бара жатқандаймын, Айдана, деді ол. Осы сөз мені сындырып жіберді. Мен жылап жібердім. Барлығын айттым. Жұмыстағы қысымды, қорқынышымды, өзімді кінәлі сезінгенімді. Ол ұзақ үнсіз отырды. Мен оның кетіп қалатынын күттім, бірақ ол мені құшақтады. Сен жалғыз емессің, деді. Сол сәтте мен алғаш рет жеңіл дем алдым. Келесі күні мен өтініш жаздым, жұмыстан кету туралы. Ермек мырза қағазға қарап ештеңе демеді. Сосын қол қойды. Өкінесіз, деді. Мен алғаш рет оның көзінен қорықпадым. Жоқ, өзімді жоғалтпай қалдым, дедім. Қазір біздің өміріміз оңай емес. Ақша әлде жетпейді. Бірақ біздің үйде қайтадан жылулық бар. Нұрлан кешкісін шай құйып береді. Балалар күліп жүгіреді. Ал мен ештеңеден жасырынбаймын. Бір күні Нұрлан, біз бәрін бірге жеңеміз, деді. Мен түсіндім. Мен күйеуімді төсегімнен қуып шыққан жоқпын. Мен өз қорқынышымнан қашып жүрдім. Ал шындықты айтқан күні мен отбасымды қайта таптым. Кейде адам сатқындық жасамаса да өзін кінәлі сезінеді. Кейде ең қауіпті нәрсе сыртқы қысым емес, ішкі қорқыныш. Ал кейде шындықты айту отбасын сақтап қалатын жалғыз жол. Жұмыстан кеткен соң бірнеше апта өтті. Үйімізде бұрын болмаған жылулық пайда болды. Нұрлан кешкісін балалармен ойнайды. Мен қарапайым кешкі ас дайындап, бәріміз бірге дастархан басында отырамыз. Бір күні түнде ол менің қолымды ұстап, біз қайтадан бастаймыз, жарай ма, деді. Мен басымды изедім. Сол сәтте мен өзімді қауіпсіз сезіндім. Бірақ өмір кейде адамға тыныштықты ұзақ бермейді. Бір кеште телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір. Айдана ханым ба? Деді әйел дауысы. Иә, мен Ермек мырзаным жұбайымын. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Ол әйел жылап тұрды. Күйеуім тергеуде. Компанияда заңсыз бақылау, қызметкерлерге қысым көрсету фактілері анықталды. Сіздің де атыңыз аталды. Менің қолымнан телефон түсіп кете жаздады. Келесі күндері мені тергеуге шақырды. Мен куә ретінде бардым. Бөлмеде суық жарық, қағаздар, сұрақтар. Ол сізге қысым көрсетті ме? Иә, жанама түрде. Сізге ұсыныс жасалды ма? Ашық емес, бірақ түсінікті болды. Осы сөздерді айту оңай емес еді. Мен өзімді қайтадан сол бөлмеде тұрғандай сезіндім. Сол кеште үйге келгенде Нұрлан үнсіз отыр екен. Телефон оның қолында. Бұл не? Деді. Экранда менің бейне жазбам. Сервер бөлмесіндегі кадрлар. Менің жылаған сәтім. Ермек мырзамен сөйлесіп тұрғаным. Тергеу кезінде материалдар жарияланып кеткен. Нұрланның көзінде ауырсыну бар еді. Сен маған бәрін айттың дедің, деді ол баяу. Мен бәрін айттым, дедім дірілдеп. Бірақ мен бұл көріністі өз көзіммен көргенде жүрегім шыдамай тұр. Бұл сенімнің сынған дыбыс еді. Келесі күндері Нұрлан бұрынғыдай айқайламады. Ол жай ғана үнсіз қалды. Үнсіздік айқайдан да ауыр. Ол балалармен сөйлеседі, үй шаруасын істейді, бірақ маған қарамайды. Бір түні мен, сен мені кешіре алмайсың ба, дедім. Ол ұзақ үнсіз қалды. Мен сені жоғалтудан қорқамын, бірақ өзімді де жоғалтқым келмейді, деді. Бұл сөз мені түбегейлі сындырып жіберді. Бір аптадан кейін ол чемоданын жинады. Балалар ұйықтап жатқан. Бұл уақытша, деді. Маған бәрін ой елегінен өткізу керек. Мен тізерлеп отырып қалдым. Біз енді ғана бәрін түзеп едік. Ол көзін тайдырды. Кейбір жаралар кеш білінеді, Айдана. Есік жабылған дыбыс менің өмірімді екіге бөлгендей болды. Үй іші бұрынғыдай, бірақ бос. Балалар әкесін сұрайды. Мен күлімсіреп жауап беремін. Түнде олардың ұйықтағанын күтіп, ас үйде жалғыз отырамын. Сол кезде түсіндім. Мен күйеуімді төсегімнен қуып шықпаған екенмін.
Мен оны қорқынышыммен, үнсіздігіммен, жасырған шындығыммен итеріп жіберген екенмін. Бір күні есік астынан хат келді. Нұрланнан. Айдана, мен сені әлде жақсы көремін. Бірақ біз қайтадан бірге болу үшін тек махаббат жеткіліксіз екенін түсіндім. Бізге сенім керек. Ал сенім уақытпен ғана қайта оралады. Егер тағдыр бізді қайта табыстырса, бұл жолы біз бір-бірімізден ештеңе жасырмайныз. Мен хатты кеудеме қысып, ұзақ жыладым. Бүгін сол оқиғаларға бір жыл өтті. Мен әлде сол үйде тұрамын. Балалар өсіп келеді, өмір жалғасуда. Ал Нұрлан кейде балаларды алып кетуге келеді. Біз бір-бірімізге бөгде адамдардай емес, бірақ бұрынғыдай жақында емеспіз. Кейде оның көзіне қарап, бір ғана ой келеді. Егер сол күні мен қорықпай, бәрін бірден айтсам, біздің тағдырымыз басқаша болар ма еді? Кейде сатқындық әрекеттен емес, үнсіздіктен басталады. Кейде адамды жоғалту үшін өтірік айту міндетті емес, шындықты жасыру жеткілікті. Ал кейде ең ауыр жаза кешірімнің кешігіп келуі.